Сәлеметсіздер ме балалар? Бізде бүгін 78-ші сабақ. Алдымен балалар, біздің каналымызға тіркеліп, лайк және қоңырау басуды ұмытпаңыздар. 47-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Қазақ ою өрнегі өте ертеде пайда болған. Оның мазмұны, өрнектері әртүрлі болып келеді. Негізінен олар өсімдік, жан-жануар, адам өмірі мен ғарыштық ғаламды бейнелеуден тұрады. Соның ішінде жан-жануарды өрнектейтін оюлар көптеп кездеседі. Олар ежелгі қазақ мәдениетінен, көшпенділер өмірінен сыр шертеді. Әр өрнекке өзінің сипатына қарай атау берілген. Мүйізді қойға ұқсайтын өрнек қошқар мүйіз деп аталады. Түйе табан оюы өзінің ат айтып тұрғандай түйенің табанын бейнелейді. Түйені көргендерің болса, оның ізіне қарап көз жеткізуге болады. Енді балалар, тапсырмаларды орындаймыз. Төмендегі тақырыптардың қайсысы мәтін мазмұнына сәйкес келеді дейді. Балалар, біздер жан-жануарлар ою өрнегі деген тақырыпты таңдадық. Себебі бұл жерде жан-жануарларға қатысты ою өрнек түрлері айтылған. Келесі өрнек сөзін жекеше көпше түрде тәуелдеп жаз дейді. Міне балалар, біздер өрнек сөзін жекеше және көпше түрде үш жақта тәуелдеп шықтық. Жазып алсаңыздар болады. 48-ші жаттығу жоғарыдағы мәтін бөліктерінің атауын толықтыр дейді. Міне балалар, біздер мәтіннің бөліктеріне осындай атау қойдық. Бірінші кітапта берілген қазақ ою өрнегінің түрлері, ең көп кездесетін ою түрлері, және үшінші әр өрнектің аталу себептері дедік. Және тапсырма бойынша, енді осы жоспар бойынша мәтіннің мазмұнын айтып көр дейді. Және жоғарыда оқыған мазмұнын айтқан мәтіннің жанрын анықта дейді. Міне балалар, осы жоспар бойынша біз мәтіннің мазмұнын жазып шықтық. Жоғарыда айтылған мәтін бұл ғылыми танымдық мәтін. Келесі 49-ші жаттығу жұмбақты оқып шешуін тап. Тарағым бар, таранбаймын, орағым бар, оралмаймын, сақалым бар, ал бірақ мен ақсақал бола алмаймын дейді. Балалар, біздің ойымызша бұл әтеш немесе қораз дейді. Яғни төбесінде тарақ секілді, құйрығы орақ секілді, және тұмсығының тұсында сақал секілді бөліктері бар. Енді тәуелденген сөздер тауып, оларды үш жақта жекеше және көпше түрде айт дейді. Міне балалар, бізде тәуелденген сөздер тарағым, орағым және сақалым. Біз оны жекеше түрде тәуелдеп шықтық және көпше түрде тәуелдеп шықтық. Келесі 50-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Тоқыма торға зер салып қара дейді. Шебер тоқыма торды тоқыған кезде әртүрлі ағаштарды пайдаланған екен. Тиісті әріптерді қойсаң, ол қолданған ағаш түрлерін оқисың дейді. Шыққан ағаш түрлерін тәуелдеп жаз дейді. Міне балалар, біздер әріптерді қойдық. Сол кезде бізде бірінші шырша, екінші қайың, үшінші терек деген ағаш түрлері шықты және біз оларды үш жақта тәуелдедік. Келесі 51-ші жаттығу артық сөзді тап дейді. Бірінші балалар, бұйымым, күлем, өнерім, кілемім. Бұл жерде күлем деген сөз артық. Себебі бұл етістік болып тұр. Ал бұйымым, өнерім, кілемім деген ол зат есімнің бірінші жақта тәуелденуі. Келесі екінші кездемесі, туындысы, заты, кешкі дейді. Бұл жерде артық сөз кешкі, ол уақытты, мезгілді көрсетіп тұр. Ал кездемесі, туындысы, заты, бұл зат есімнің үшінші жақта тәуелденуі. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.